Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында үйде жасалатын наггетсиді рецептімен бөлісетін боламын. KFC-дегі наггетсиден де қытырлақ, дәмді болып шығатынына уәде беремін. Ол үшін бізге тауықтың төс еті қажет болады. Менде бұл жерде 900 грамм тауықтың төс еті, астында бөлініп тұратын бөлігін ашып, соломка етіп кесіп аламыз. Қатты майдаламай, әдемелеп турауға тырысыңыздар, себебі бұл мариновкада тұрғанда кішкене тағы да жұмсарады, сол кезде бөлініп, майдаланып кетеді. Сондықтан нақты етіп, соломкаға немесе жапырақша етіп кесіп алсаңыздар да болады. Бұл жерде мен жаңағы тұздың, бұрыштың нақты граммдарын айтпаймын, себебі дәміне қарай қосамыз. Қазір видеода көрсетіледі, соған қарай шамалап қоса бересіздер. Бұл жерде қара бұрыш, паприка, тұз және әр жерде әртүрлі айтады. Лотос, китайский тұз дейді, кристаллик дейді, соларды қосамыз. Барлығы үйде бар қолжетімді дәмдеуіштер. Ары қарай жарты лимонның шырын сығып аламыз. Лимонның дәндерін теріп алғандарыңыз дұрыс, себебі ол бір қышқыл дәм береді. 4 тіс сарымсақты теркадан өткізіп қосамыз және 1,5 ас қасық крахмал және 100 грамм сұйық май құйдым. Крахмалды міндетті түрде қосыңыздар, ол өте маңызды рөл атқарады. Қатты мұжымай жақсылап араластырамыз. Ары қарай панировкасын дайындаймыз. Мен бұл жерде 2 жұмыртқаны жарып араластырып алдым. Негізінде 900 грамм етке 4 жұмыртқа кетті. Осылай араластырып аламыз. Ары қарай бұл корейский панировочный сухари деп аталады. Басқа сухариге қарағанда, қарапайым сухариге қарағанда ірілеу болып келеді және ақшылдау болып келеді. Ары қарай ұнға, жұмыртқаға и сухариге аударып аламыз. Мен 1 килограммдығын алдым сухаридың, себебі мен басқа нәрселерге де пайдаланамын. 300-600 граммдықтар да бар. Өздеріңізге ыңғайлысын таңдап алыңыздар. Осылай ретімен ұнға, жұмыртқаға, ары қарай сухариге аударып алып, қуырып аламыз. Ескерте кететін жағдай, майды қатты қыздырмаймыз, орташа қызған майда қуыратын боламыз. Шетінен салып, себебі қатты қызып тұрған майға қуырсаңыздар, оның сырты қызарып, іші дұрыс піспей қалады. Мариновкаға лимон және крахмал қосқандықтан май осылай көпіреді. Ендігі еттерді салып жатқан кезде, егер қатты көпіріп немесе сухарилері ұсақталып түсіп жатқан болса, арасында сүзгімен сүзіп алсаңыздар болады. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай әдемелеп қуырып аласыздар. Өзі бір рет қуырғаннан кейін барлығы белгілі болады. Қол үйренеді, көз үйренеді. Міндетті түрде жақындарыңызға жасап беріңіздер, себебі сатып алатын наггетсиларға қарағанда әлде қайда зияны жоқ, өзіңіз білесіз не қосылғанын, табиғи деп айтса да болады. Ас болсын. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойыңыздар.